Екінші бөлім. Бас тергеуші. Қазан айы жаңбырлы, салқын. Өткен ғасырда салынған екі қатарлы кірпіш үйлер уақытпен бірге тозатын адам тәрізді, бұрыштары жарылып, іргетастары мүжіліп, күні өткен көзге шығып көрсетіп тұрғандай әсер етеді. Тергеу бастығы жаңадан салынып жатқан үйлерден жайлы пәтер алуға талай рет тоқталғанымен үйреншіктерін қимады. Кешегі қатты нөсерден үйдің сылақтары тағы да түсіп, сыртынан ұсқынсыз көрінген сондай, алғаш рет пәтер ауыстырмасам болмайтын шығар деп ойланды. Есік алдына келіп тоқтаған қызметтік көлігіне отыра беріп, «Мына суық өтіп барады ғой», деп күңк етті. «Пеш қостым, дұрыс жасағансың». Райс төс қалтасын қарманып, ызылдаған ұялы телефонын тауып алды. «Тыңдап тұрмын, жолдамын, аздан соң кабинетте боламын». Прокуратурадан отставка шыққан полковниктің тергеу басқармасын басқарғанына таяуда 3 жыл. Өзіне салса осы мерзім зейнеткерлікке шыққанға дейінгі бар жылына татиды. Бірақ адам баласы тозаққа да үйренеді дегендей, жаңа қызметіне де еті үйренді. Кейде шыдамы сыр беріп кетіп қалсақ бар. Ал жұмыс күні басталып, оның шым шытырығына енген соң, кету түгілі өмірінің құл үстінде тұрғанын ұмытып, ажал аузына талай-талай барып қайтады. Ондайда қырау басқан шашын, біразға келген жасын тарс есінен шығарып, есіл дерті қылмысты ашуға ауып, қарамағындағы өрімдей жастардың оққа қарындай қауіп кетердің өтінде жүреді. Еркелетіп келіп, есік аузында тұрған тергеуші Асхатқа: «Кіріңіз», деп есікті ашық тастап төргөзді. Орта бойлы, қағілез жас жігіт қолындағы қағаздарын аудастырып, ілесіп ішке енді де: «Баяндауға рұқсат етіңіз», деп қолын шекесіне апарды. «Отырыңыз». Райс ресмилікпен күнделікті жұмыс кестесіне көшуге шақырды. «Қалай, тыныштық па?» «Кісі өлімі екеу, біреуі саяжайда, біреуі сотталған адам. Екіншісі суға батқан машинаның ішінде тұншығып қалған қыз. Қалғандар үйге түсу, көшедегі бұзақылық, жеңіл-желпі жарақат алғандар. Ұрылармен, бұзақылармен учаскелік полиция айналыссын. Анау атылған қыздың өлімінен белгілі болған бірдеңе бар ма?» «Әзірге жоқ, жолдас полковник». «Жарайды, бара бер». Бас тергеуші үстелінің үстінде жатқан қалалық Эврика газетінің соңғы нөмірін алып, күндегі әдетімен ондағы «Факт нашей жизни» бетіне көз жүгіртті. Онда авиатор 2 бау-бақша ұжымында ағайынды 2 жігітті өлтірген қылмыскердің 1992 жылы осындай адам өлтірген үшін 10 жылға сотталғаны, ал 2000 жылы қарақшылық үшін тағы да 10 жылға сотталып, арада 4 жыл өткенде шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған жазылған. Сол қанқұйлы қылмыскердің қолынан бұл жолы 29 және 30 жастағы бір үйдің 2 боздағы қаза болған. Полковник таңдана бас шайқады. Осындай баскесерлерді түрмеден жеңілдік жасап босата берген соң олардың қолымен талай жантүршігерлік қылмыс жасалатындықтан қазір қарапайым халық қорғансыздық күйге түсуде. Қанды қол қарақшыларды түрмеде шірітудің орнына бостандыққа жіберіп, жұрттың басын қауіп-қатерге тігушілер жазаланса ғана ауыр қылмысқа тосқауыл қойылмақ. Қала көшелерінде саңырауқұлақтай қаптап кеткен машиналарға шабуыл жасау қайтадан бас көтерген. Солар туралы бүгінгі нөмірде де Toyota Land Cruiser 2010 жылғы машинаны ұрылар қуып кеткендіктен жәбірленуші шығынды 16 миллионға бағалапты. Тап осындай маркалы 2009 жылғы көлік те қолды болыпты. Өз-өзіңе мықты бол, қоңсыңды ұр етпе дегендей, жалпы мұндай қылмысқа көлік иелері де кінәлі. Қазір көптеген көліктер далада жатқан іспеттес. Оларды күзетшісіз көшеде, есік алдында қалдыруға иелері қорықпайды. Көлік қожайындарының осындай қамсыздығын пайдаланған баукеспелер қапысын табуда. Тергеу бастығы газетті былай ысыра беріп, ондағы «Махаббаттың ажалы» деген мақаланы көріп, қолына қайталды да алдындағы кнопканы басып қалды. Есікті ашқан көмекшісіне Асхатты шақыр деп бұйырды. «Қыздың өлімі туралы журналистерге мәлімет берген кім?» «Ішкі істер департаментінің баспасөз хатшысы болар». «Мен сіздерге айттым емес пе,
менің рұқсатымсыз ешбір мәлімет берілмесін деп оқыдыңыз ба? Ол жігіттің кінәсі дәлелденбегеніне қарамастан сүйген жігіті қызды атып өлтіріпті деп сенсация жасаған. Әлі еш нәрсенің беті ашылған жоқ. Алдын ала болжау жасалмасын дегенім қайда? Ал қазір жігіттің ата-анасы дау шығарса не дейміз? Кешіріңіз, баспасөз хатшысы кінәлі дейміз бе? Шынында да бұл мұқият тергеуді қажет ететін оқиға. Жігіттің оған қатысы бар ма жоқ па, оны тергеу барысы ғана анықтайды. Жолдас полковник, аты-жөні жазылмаған ғой. Құдай сақтағанда сол ғана біздің ақталатын жеріміз. Ал ол жігіттен жауап алдыңдар ма? Алдым. Бүгін тағы шақырамын. Жақсы, бара беріңіз. Райс кеше өзінің қабылдауында болған күдіктінің шешесінің қылығын есіне түсіріп қабағын түйді. Қызды Нұртастың өлтіруі мүмкін емес. Олар бір-бірін шын сүйген ғашықтар. Бар бәле қыздың ата-анасынан. Олар байлыққа қызығып сүймеген адамына тұрмысқа берді. Олай болса да екі жас бір-бірін ұмыта алмады. Бұл қызғаныштан жасаған күйеуінің ісі деп қайта-қайта пысықтады. Баласы үшін шырылдап отқа түсуге даяр отырған ананың қайғысына ортақтасуға тырысқан тергеу бастығы: сіз алдын ала абыржымаңыз. Бұл өлімнің бірнеше версиясы болуы мүмкін. Тергеу барысында барлығы тексеріледі. Сондықтан қазір бір шешім айту қиын, ақырын күтіңіз деп басу айтқан. Орнынан тұрып есікке жете берген әйел бір нәрсесін ұмыт қалдырғандай қайта оралып, сөмкесінен қомақты пакетті алып үстел үстіне қойды. Мұндай тосын қылық күтпеген Райс әп-сәтте әбдірап қалды. Баласы қылмыс жасады ма, жасамады ма белгісіз, тек күдікті ретінде оқшау орында уақытша отырған үшін пара беру деген не деген сұмдық. Тергеу бастығы алдындағы пакетке бомба жатқанды үрке қарады. Бұл әзірге балам аман-есен құтылатын болса, әлде қомақты сый жасауға әзірмін. Райстың құлағы шыңылдап ашудан тұтығып қалды. Алыңыз, жедел түрде алыңыз, әйтпесе қазір сізді ұстатып пара бергеніңіз үшін жаптырып тастаймын. Полковниктің түтеп кеткен жүзіне, ашудан дірілдеген саусақтарына қарап сасқан әйел: кешіріңіз, қазір бәрі алады ғой, қысылмаңыз, екеумізден басқа ешкім білмейді деп күмілжіді. Тез алыңыз, болмаса қазір кезекшіні шақыртам. Ғалия пакетті алып сөмкесіне салды. Түсінбедім, сіз ерекше жансыз ба, әлде менен ғана алмайсыз ба? Кабинетті босатыңыз, менің алдыма екінші рет келуші болмаңыз. Сіздің бұл ойыңызды білгенде кіргізбейтін едім. Райс шетел қызметкерлерін жинады. Тергеушілер атылған қыздың басында болған жігіттің кінәсі туралы бұлтартпас айғақтың жеткіліксіздігін, бүгін босатпаса қамауда отырғанына 72 сағаттан асып заңсыздыққа жол берілетіндігін айтты. Онда қолынан еш жаққа кетпеу туралы қолхат алып, кепілдікпен босатыңдар. Ана күйеу жігіттің айналасын тексеру қажет. Әйел екеуі заң түрде ажырасқан ба? Жоқ. Асхат, күдіктіні босатпай тұрып маған алып кел. Райс оның шешесінің оқыс қылығынан соң жігіттің адалдығына да күмәнданайын деді. Ақшаның құдіретімен күн көріп, көздерін май басқандар болса, олардан бәрін күтуге болады. Сондықтан жігітті жібермес бұрын өзімен сөйлесейін деп шешті. Құп болады, жолдас полковник. Қазір уақытша оқшаулау орнына телефон соғып, сізге әкелсін деп айтайын. Жапонияның ертеден келе жатқан нинсо деп аталатын ғылымы адамның бет-әлпетін ашық кітапқа балап, кімнің кім екенін бет-әлпетінен білуге болатынын дәлелдеп шыққан. Ұзақ жыл бойы талай қылмыскермен бетпе-бет келіп жүрген Райс жауапқа әкелгендердің белгілі бір қылмыста жасаған-жасамаған ешкім келбетіне, сыртқы түріне қарап отырып байқауға болатынына көз жеткізген. Оның болжауынша адамның бет-әлпеті оның жан дүниесі. Соған қарап оған не нәрсеге қабілетсіз екендігін айқындауға болады. Алдындағы қылмыстық істердің том-том болған тігіндісін оқып отырған бас тергеуші бөлмеге күдіктіні кіргізгенде басын көтерді. Бір көргеннен назарға ілікетіні ұзын бойлы, қырғи қабақ, сымбатты жігіттің өзін-өзі ұстай білетін сабырлы салмақтылығы көзге ұрады. Отырыңыз, Нұртас Сартаев боласыз ба? Сартаев Нұртас Ертісбайұлы. Мамандығыңыз? Құрылыс архитекторы. Қай жақтан бітірдіңіз? Алматыдағы кемепті. Қашан? 2 жыл бұрын. Қайда істейсіз? Қалалық архитектура мекемесінде бөлім бастығымын. Жобаңызбен салынған үйлер бар ма? Бар, аяқталып қалды. Жаңа мөлтек ауданда.
Жақсы, қаза болған қызбен арадағы қарым-қатынасыңыз туралы айтып берсеңіз. Нұртас басын көтерді. Ол менің ұнатқан қызым. 5 жыл бойы бірге жүріп, бірге тұрдық. Сонда жақын қарым-қатынаста, дәл деп айтқанда, ерлі-зайыпты есебінде болдыңыздар ма? Жігіт біраз үнсіз отырды. Егер сенсеңіз болған жоқпыз. Біріншіден, біз бір-бірімізге өлердей ғашық болдық. Бір-бірімізге сендік, пәтерде тұрдық. Отбасылық жағдайға дайын емес сияқты болып көріндік. Оқу бітіріп қызметке орналасқан соң үйленуді ұйғардық. Бәрі де аяқ астынан бұзылды. Бір күні анам офисінде қызды шешесімен бірге көріп, ол қызға үйленуіме үзілді-кесілді қарсы екендігін айтты. Оның анасы да дәл осындай үкім шығарыпты. Алдымыздан адам айтса сенбейтін асу пайда болды. Осы түйін шешілмей жатып, қыз олигархтың баласына тұрмысқа шығып үлгерді. Күтпеген жерден біздің аялаған асыл махаббатымыздың көлі көкке ұшты. Егер шетелдердегідей тергеу ісі болса, мен солардың қызметін міндетті түрде пайдаланатын едім. Өкінішке орай бізде тергеушілік қызмет дамымаған. Қызды бір жеті бұрын вокзалдан көрдім. Ол кешірім сұрамақшы болды. Мен ашуланып қайырылмадым. Көп ұзамай саябақта кездесуге шақырған SMS түсті. Әр жағын өздеріңіз білесіздер. Оны не үшін атты? Менің ойымша ол оқ маған арналған. Қараңғыда қарақшының қолы қалт еткен болу керек. Біздің сәтсіздікке ұшыраған сезіміміз екеумізге ғана ортақ қасірет еді. Сонда маған немесе оған оқ атқан үшінші адам кім? Соны менің де білгім келеді. Сонда осындай жауыздыққа кім барады деп ойлайсыз? Білмеймін, қызғаныш шығар. Менің ойымша ажыраспақшы болған күйеуі ғана осындай қасандық жасай алады. Бірақ біреудің обалына қалғым келмейді. Оның қандай адам екенін де білмеймін. Кесіп айту қиын. Сіз еш жаққа кетпеу туралы қолхат қалдырып, кепілдікпен босанасыз. Бірақ бұл сізден күдік түсті деген сөз емес. Нағыз қылмыс жасаған адам табылғанша сіз күдіктінің қатарындасыз. Сондықтан бізден рұқсатсыз еш жаққа кетіп қалмайсыз. Қажет болса кез келген уақытта жауапқа шақырамыз. Бұл өлімді ашуға сіздер қандай мүдделі болсаңыздар, мен де сондай мүдделімін. Нағыз қылмыскер ұсталмайынша менің жаным жай таппайды. Себебі күдіктінің өтінде мен тұрмын. Мұндай жүкпен тыныш өмір сүру мүмкін емес. Жігітті алып кеткен соң Райыс тергеушілерін қайта жинады. Бұл жігіт қылмыс жасағанға ұқсамайды. Нағыз қылмыскерді іздеу керек. Күйеу жігіттен жауап алдыңыздар ма? Асхат желкесін қасты. Жауап алдым. Ол да ұқсамайды. Ұқсамайды деген сөз ғана. Біз күдік түскендердің қылмысты я жасағандығын, я жасамағандығын нақты дәлелдейтін, бұлтартпайтын айғақ іздестіруіміз керек. Ата-аналары үйленулеріне неге қарсы болған? Соны білдіңдер ме? Ешкім жауап қатпады. Өз бетінше ізденбейтін қызметкерлеріне көңіл толмаған тергеу басқармасының бастығы қылмыс іздеудің бет жағында қалқып жүрмей түп тамырын қазу керек қой. Жарайды, жұмыстарыңа кірісіңдер. Сол бойы шыр еткен телефонды көтерген Райыс тыңдап болып тұрып бара жатқан қызметкерлеріне отырыңдар деп қолмен ишара жасады. Үйінде өлтірген бе? Криминалисттер барды ма? Қазір жіберемін. Олигархтың баласын өлтіріп кетіпті. Үйінде асып кеткен немесе асылып өлген әлі анықталмаған. Мұны қалай түсінесіздер? Мүмкін ол қызды немесе жігітті атуға килдер жалдап, кейін ақша беруден бас тартқан болар, деді Асхат. Вариантың дұрыс. Соны дәлелдейтін факті керек. Демек, қызды өлтірген сәулетші емес, оның қатысы жоқ. Оны босату керек. Талай қанқұйлы қылмыстың ізін суытпай ашатын Райыс осы жолы тығырыққа тірелгендей күн-түн демей жүргізіп жатқан ізденістерінен нәтиже шықпағандығына алаңдаулы. Қазір қылмыс жасаудың түрі өзгерді. Асылды бөлу, буындыру, дәрімен уландыру, тағысын тағылар. Бірақ көпшілік орында адам аяғы басылмай тұрып, оқ атқан қылмыскерді таба алмау құқық қорғау органдарының қауқарсыздығын көрсетеді. Жығылған үстіне жұдырық дегендей, олигархтың баласының өлімі тағы қосылды. Бұл екі өлімнің арасында байланыс болуы әбден мүмкін. Ол сүйгеніне кездесуге барған әйелін атып, өзі ара азабына шыдамай асылып өлсе ше? Олай болған күнде де қалай дәлелдеуге болады?
қала тұрғындарын дүр сілкіндіріп қоғамдық пікір туғызған қылмысты уақыт өткізбей ашу тергеушілердің алдына бірінші кезекке қойылды. Ел ішінде алып қашпа әңгіме көп. Соның қайсысына құлақ салсаң да қыздың өлімі туралы түрлі жорамалдар айтылуда. Бірақ екі отбасыда әзірге артық сыр ашпайды. Сонда оқ иесі кім? Нұртастан бірнеше рет жауап алынды. Ол жаралы арыстан тәрізді. Оның айтуынша су бұрқақтың жанында серуендеп жүргендерді өз көзімен көрген. Бірақ қылмыс болған сәтте бәрі тым-тырақай қаша жөнелген. Солардың бірі болмаса, бірі оқ атқан адамды көрмеу мүмкін емес қой. Полиция сол маңайда болған бір ғана жігітті әрең дегенде қолға түсіріп, әзірге соның айтқан мәліметтері назарға алынуда. Оның айтқан құнды пікірі: қыздың жанындағы жігіт мылтық атылғанда су бұрқаққа қарап тұрды. Оқ атушының жігітті көздеген немесе қызды көздегені белгісіз. Меніңше ол жігітті көздеді. Оны байқап қалған қыз кеудесімен қалқалап, оқ соған тиді деген сөзі. Бұл Нұртастың өлімге қатысты жоқтығын дәлелдейтін басты айғақ. Демек, қараңғыны жамылған қарақшы қыздан емес жігіттен құтылуды ойлаған. Сонда не үшін? Ол кім? Тергеу бастығы келесі күні жұмысқа келісімен лездеме өткізді. Атылған қыз бен олигархтың баласының өлімі жайлы тергеу не болып жатыр? Ана жігіттің әкесі Астанаға барам, арнайы комиссия шақыртам деп айқай-шу көтерді. Балам мен келінімді өлтірген жауыз бостандықта жүргенде қарап отырмаймын деп елді дүрліктіруде. Қандай жорамалдар бар? Криминалистер қызды олигархтың баласы өлтіріп, кейін өзі асылып өлген деген версия жасайды. Қызды атқан револьвер кереуетінен табылды. Оған қоса күйеу жігіттің қойын кітапшасынан 21 қазан сағат 10 саябақ, су бұрқақ, Борис деген жазу табылды. Асхат тамағын қырнады. Осы жазудың қашан жазылғандығын, ондағы Борис дегеннің кім екендігін анықтау туралы жұмыстар жүргізілуде. Райс басын көтеріп алды. Ұмытпасам, бұл қыздың атылған күні. Иә, қыздың атылған күні. Ал Борис деген кім? Білмейміз. Соған сұрау салынды. Ол біреудің жапсырма аты болуы мүмкін. Бұрын сотталған болса, түрмеде отырып шыққандардың тізімін қарау керек. Келелері болуы да мүмкін. Олигархтың баласы оған тапсырыс беріп, қызды аттыруы мүмкін. Айғақ бар. Қыз атылған револьвер олигархтың үйінен табылды емес пе? Онда әкесі неге аспанға атып жатыр? Сезікті секірер болмасын. В общем, кітапшадағы сөзді тексерсеңіздер. Борис деген кім? Түрмеден шыққандардың, киллерлердің ішінен іздеңдер. Полицияға тапсырма беріңдер. Майра, я тыңдап тұрмын, жолдас полковник. Сіз осы отбасыларының ар жақ бер жағын зерттеп біліңіз. Қажет болса таныстарын, қатысатын отбасыларын тауып алып сөйлесіңіздер. Барлық құпияны білуіміз керек. Соның арқасында өлімнің жыр жатуы мүмкін. Асхат, олигархтың үйіне бақылау орнат. Майра, машықтанушы қызды қасың ертіп ал, ол да үйренсін. Мен сендерге 3 күн мерзім беремін. Кез келген жаңа деректер мен мәліметтер дер уақытында хабарлансын. Мен департамент бастығына 3 күннің ішінде қылмыс ашылады деп уәде бердім. Егер ашылмайтын болсаңдар, отставкаға кетемін. Полковниктің соңғы сөзінің қатты әсер еткен сонша бөлме ішінде өлі тыныштық орнады. Енді ашылайын деп тұрған істі ашу керек қой, деп бастық даусын жұмсартты. Тергеушілері шығып кеткен соң, бас тергеуші безілдеген телефон тұтқасын көңілсіз көтерді. Ау, Реке, амансыз ба? Көптен хабарласпай кеттіңіз. Аман-саулық білгім келген, деді ескі танысы мырза. Тергеу бастығының даусы бірден өзгерді. Мырзеке, сіз бе едіңіз? Жоғарыдағы жаңалықтарым ба десем, түнде үй қызметшім, өзіңіз білесіз ғой. Мария Ивановнаның жүрегінің талмасы ұстап ауырып қалды. Жедел жәрдем шақырып ауруханаға жөнелттім. Немересін қайда жіберерімді білмей көршіге тастадым. Бізге әкеліңіз, Баршагүл мәз болсын. Бүгін Шолпан келді. Сізді қонаққа шақырғалы отыр едім. Қол демейді, жар кешке қарай хабарласайық. Онда жүргізушім баланы сіздерге апарып тастасын. Әзірге шей бола тұрсын. Жарайды. Соңғы кезде қала тынымсыз. Жастардың арасында текетірес көбейіп, өлім-жітім жиіледі. Облыстың терроризмнен де құр алақан еместігін айқындайтын оқиғада
құқық қорғау органдарын дүр сілкіндірді. Тәжірибелі заңгер мұның бәрінің түп тамыры адам факторына барып тірелетінін сезеді. Бірақ баяғы жартас бір жартас деп ұлы ақын зар жылап өткендей, сыбайластық тамыр-таныстық пен жең ұшынан жалғасуы, билік басындағылардың жеке бастың қамын ойлаудан әрі аспауы, погон таққандардың мафиямен ауыз жаласуы, қарапайым халық пен құқық қорғаушылар арасындағы қарым-қатынасты ушықтырып, қоғамдағы ауа жай бір күн былай, бір күн олай тұрақтылықтан алыстап бара жатқандай. Полковник таяуда Әзербайжан жазушысы Чингиз Абдуллаевтың «Связной из Багдада» романын оқыды. Бұл роман Қазақстанда болған оқиғаның желісімен жазылған. Егер ондағы оқиға ойдан шығарылған болса, күнәсі мен кінәсі жазушының ар-ожданында. Онда Павлодар түбіндегі ядролық қалдық сақтау көмбесінен жарылғыш жасауға қажетті элементтің террористік мақсатта ұрлануы және оның барлық кедендік бекеттерден, әскери шекарадан ешбір тосқауылсыз өтіп кеткендігі баяндалады. Қазіргідей жауапсыздық белең алғанда, ондай оқыс оқиғаның кез келген жерде орын алатынына күмән келтірмейсің. Бірақ оны басқа елдің жазушысының жазғаны өкінішті. Жалпы желісі қоғамда қалыптасқан шындық ахуалды баяндайтын кітаптың жетімсіздігі, рухани құлдыраудың бастамасы екендігін жазғыштардың ескермейтіндігі өкінішті. Жоғарыдағы романның авторы оқырманға сауал қоя тұрып, оған өз жауап береді. Сіз Беслен немесе Буденовка оқиғасының неден басталғанын қалай түсінесіз? Осыларға қарап отырып, құқық қорғау органдарының бір-бірімен қаншалықты ауыз жаласып қалғандығын болжағандай болмаймыз ба? Әйтпесе осыншама қару-жарақ қайдан алынады? Олардың барлығын шетелден әкелді дегенге сенесіз бе? Әрине жоқ. Барлығы жергілікті жерден сатып алынды. Қару-жарақтан гөрі бір бума доллар әкелу жеңіл емес пе? Соның күшімен бүкіл проблеманы шешуге болады. Осы оқиғаларда әскери құпия сеніп тапсырылғандардың ішінен біреуі террористермен ауыз жаласып, ақша табуды ойлағандығына мен риясыз сенімдімін. Әзербайжан жазушысының кітабында ядролық қалдықтар лабораториясы мен улы элемент тасымалданған бөлшектерден радиация сәулесін алып зақымданған адамдар бейқамдықтың құрбаны болып беймезгіл ажал құшады. Осы жолдарды оққанда қалдық көмілген қаласы мен даласы кемде-кем қазақ халқының қандай қауіп-қатердің өтінде тұрғанына көз жеткізгендей боласың. Егер осы кітапты әрбір ұлтжанды азамат оқып шығатын болса, ұрпағымыздың амандығы үшін байлыққа ұмтылу емес, алдымен ядролық қауіп-қатердің көзін жоюға ұмтылу керектігін ұғынар ма еді? Қаланың шет жағындағы түрменің жанына келіп тоқтаған Райс көз алдынан көсіліп шыға келген кең далаға көптен көріспеген көздерімен қауышқандай телміре қарады. Қазақ қуанса құйындататын, шабатын даласы, қайғырса жығылып жылайтын даласы сол баяғы момақан күйінде томсарады. Дала перзентінің жүрегі дір етті. Қайран дала, қайран қазақ, бірде жылап бірде күліп, қайда кетіп барасың? Оның қарсы алдындағы айқара ашылған есіктен ылғи қоңырқай киім киген жас жігіттерді полиция қаумалап бір жаққа алып бара жатты. Ғасыр қылмысына жататын алтын бандыларынан жауап алуға келген тергеу бастығы талай келіп жүрген жолымен түрме қожайыны отырған сұрғылт ғимаратқа беттеді. Осы кезде ұялы телефон шыр етті. «Жолдас полковник, сізбен ақылдасу керек болып тұр», деді Асқат. «1 сағаттан кейін боламын». Ол алдынан қарсы кездескен түрме бастығымен қол алысты. «Комиссар Мегре, келдің бе?» «Шерлок Холмс жетіспейді, амал жоқ, өзім жүрмін». «Менің кабинетім бос, сонда алып келеді». «Рахмет».